Баршаңызға сәлем, мен бүгін сіздермен өте ерекше әрі дәмді восточный пирогтың оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға ұнымызды, сотымызды салып аламыз да араластырамыз. Сосын бөлме температурасындағы майымызды салып, крошка жасаймыз. Осылай крошка жасап болғаннан кейін қантымызды салып, тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сосын ұнымызға су, сары уызды және де қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін пищевой пленкаға немесе пакетикке салып, бөлме температурасында 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін бір ыдысымызға грек жаңғағын, чернослив және сары өрік пен мейізімізді және де вареньемізді құйып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Егер сіздерде варенье болмаса, бал немесе сгущенка қолдансаңыздар да болады. Мен сары өрік пен черносливті пышақпен кішірек турап алдым. Сонымен қатар грек жаңғағын да жеуге ыңғайлы болу үшін азырақ оқтаумен езіп алдым. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Ең алдымен оны екі бөлікке бөлетін боламыз. Біреуін үлкенірек, екіншісін кішірек етіп, үлкен бөлігін астыңғы қабатына, кішірек бөлігін үстіңгі қабатына қолданатын боламыз. Астыңғы қабатының қамырын жұқа етіп жайып қоймаймыз, қалыңырақ етіп жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін формамызды маймен, сары маймен майлап аламыз да қамырымызды видеодағыдай жайып шығамыз. Форманың ішіне қамырымызды бір тегістетіп жайып шыққаннан кейін салмамызды саламыз. Сосын меренгамызды дайындайтын боламыз. Ыдысымызға ақ уызымызды, шым-шым тұзымызды салып, миксермен миксерлейміз. Міндетті түрде ыдысымыз құрғақ болуы қажет, сонда меренгамыз жақсы шығады. Осылай ақ көпіршік болғаннан кейін аз-аздан қантымызды сала отырып, 5-10 минут миксерлейтін боламыз. Меренгамыз осылай қатты әрі тығыз болуы қажет, ал сұйықтау болса, ол піскен кезде суы ағып кетеді. Осы меренгамызды салмамыздың үстіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Меренгамыздың үстіне екінші қамырымызды қойып, шеттерін жақсылап жауып шығамыз. Міндетті түрде шеттерін жақсылап жауып шығыңыздар, әйтпесе піскен кезде көтеріліп кетеді. Сосын жұмыртқамыздың сары уызын жағып, күнжутымызды сеуіп, 190-200 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут, яғни қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады, прям тіл үйіреді. Барлықтарыңызға ас болсын.